Сәлем достар, бүгін біз сіздермен жұқпа дайындаймыз. Яғни лаваш қой былайша айтқанда. Жұқпаны негізінен біздің ежелден ата-бабамыз жеп келген. Қазір көбінесе ұмыт болып бара жатқан тағам. Лаваш деп бәрі лаваш алып келеді. Бірақ бұрын біздің әжелеріміз үй жағдайында осы лавашты жасап, бұқтырып беріп отырған. Осы дайын лавашты кесеге турап, үстіне ыстық су құйып, айран, құрт езіп жесеңіздер, тұз қосасыз, өте тойымды және сіңімді ас болады. Ал енді жасалу жолына көшейік. Қамырды илеп аласыз, қамыр қатты болғаны дұрыс, және жұқалап жаясыз. Үйде енді сковородка істейміз ғой, негізінен бұны үлкен қазанның қақпағы деген тапаға істейтін болған. Қазір енді ол жоқ, екінің бірі таба бермейді, сондықтан да үй жағдайындағы сковородкаға жасаймыз. Жайылған қамырды өзіңіздің жаңа сковородканың көлеміне қарай 4 бұрыштап кесіп аласыз. Қызып тұрған табаның түбін майлап, көп адам майға су қосып пышырлатып істеп атады, бірақ ләжі болса сіз тек май жағып істей беріңіз құрмаймен. Сонда лавашыңыз жылтыр, әдемі піседі. Ала-құла болмай қызарып піседі. Енді осы піскен лавашты ескілеу сүлге орап қоясыз. Майлы болады ғой. Сөйтіп сәл суығаннан кейін пленкаға салып, салапанға салып қойсаңыз, өз формасын сақтап, жұмсақ болып тұрады. Кейін алып жегенге де жақсы. Бұл тамақ сәресіге өте таптырмайтын ас. Сәресі де азанда тұрғанда не жегің келген білмей, тәбетің ашпай тұрады ғой. Сол кезде осы тағамды тез-тез турап жеріп, кесеге үстіне ыстық су құйып, жаңа айраныңызды, құртыңызды салып ішіп алсаңыз, тұзын кемдеу қажет, өйткені күні бойы шөлдейсіз. Сондықтан да ішіп алсаңыз, бұл тойымды ас болады.